Көліктегі полиция департаменті Арыс-1 станциясындағы желілік полиция бөлімі теміржол қауіпті аймақ атты жедел профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Теміржол қашаннан аса қауіпті аймақ болып саналады. Себебі мыңдаған тонна жүк тиеп жүйткіп келе жатқан пойыздың алдында болу ешкімге де жақсылық әкелмейді. Жолдардағы жарақаттың басты себебі рұқсат етілмеген жерден рельстерден өтудегі азаматтардың ұқыпсыздығы мен назардан тыс қалуы. Статистикаға сүйенсек, теміржолдан жарақат алғандардың 20% құлаққаппен жүріп, локомотивтің дыбыстық сигналын естімей қалғандар. Онан өзге пойыз қозғалысына зиян келтіретін тек адамдар емес, теміржол маңына төрт түлігін жайып қараусыз қалдырудың салдарынан да оқыс оқиғалар орын алып жатады. Жыл басынан бері ірі қара мен уақ малдар темір жол үстіне шығып кетуінің 20 факторы тіркелген. Малдың иесі үкіметке айыппұл ғана төлеп қоймай, пойыздың техникалық жағдайына да зиян келтіріп, локомотив шамы мен терезе сынса, оның шығынын да өтеуі мүмкін. Сондықтан да жергілікті полиция қызметкерлері тұрғындардан мал мен жанына ие болып, сақ болса екен деп өтініш білдіріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Арыс-1 станциясы желілік полиция бөлімінің қарау аймағында жүк пойыздар мен жолаушылар пойыздарының алдынан адамдар мен ірі қара малдардың шығып кетуіне байланысты жедел тежегіш қолдану фактілері жиі орын алуда. Сонымен қатар, кәмелетке толмаған жасөспірімдер мен үлкен азаматтарды пойыздардың қағып кету оқиғаларының орын алуына байланысты Арыс-Сарыағаш аралығында теміржолға жақын орналасқан ауыл тұрғындары мен теміржол ұйымдарының жұмысшылары арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіп, келеңсіз оқиғалардың алдын алу және болдырмау үшін 2021 жылдың мамыр айында теміржол қауіпті аймақ атты профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Егер жолаушы аталған қауіпсіздік шараларын бұзған болса, оған ескерту жасалады немесе 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Гүлназым Жүсіпбекқызы, Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.